Көп науқас осы Urker Medical'да қандағы қантымыз түсіп шыққанымызда үйімізге барғанда қайтып көтеріледі қандағы қантымыз деп жатады. Бұл неден болады деп сұрақ қояды. Бірінші мәселе бұл жерде біз тағайындаған дәрі-дәрмектерді уақытылы қабылдап тұру керек. Қандағы қантын түсіретін препараттарды. Үйге барғанда бұл жердегі диетический питание бізде сол диетаны сақтап жүру керек. Біз алдында айтып кеткендей, бұл жерде беретін тамақтары да сондай бәрі буға піскен, суға піскен, майлы тамақ тек қана азанда, таң атқанда 1 столовый қасық, түсте, кешке, кейінде уже майлы тамақ болмайды. Қаймақпен, маймен нан жедік деген түсте, кешке ондай болмайды. Осы жердегідей азында мысалы каша береді, 1 столовый қасықтай май береді, белок, жұмыртқа, сыр, нан береді. Түсте сіздерде, допустим, первый енді түсінікті ол сұйық тамақ, екінші тамақ ол гарнир, суға піскен, буға піскен, күріш, гречка, макарон, пісіп кетпеу керек, езіліп піспеу керек. Сосын белок, ет, салат. Кешкісін опять-таки жаңағыдай бір тамақ, или первый, или второй, и жатарға мысалы 7-8-дерде 1 стакан айран ішіп жатсаңыздар болады. Осындай диетаны сақтап жүрсеңіздер, дәрі-дәрмектеріңізді уақытылы ішіп жүрсеңіздер, үйге барғандарыңызда да қаныңыздағы қанттарыңыз көтеріледі.